Кімде қандай сұрақтар бар ал? Су қашықтығына байланысты осындай есеп келген екен. Сонда в ноль берілмеген ба бұл есептің шарты бойынша? Бұл, иә, есепте в ноль берілмеген. В ноль жоқ есептің берілген. Тек қана альфа мен су уақыты берілген, мына құлау уақыты жаңағы су болды тек қана. Сонда получается біз екі теңдеу жаздық, біреуі жылдамдық үшін, біреуі координат үшін. Координаттың теңдеуі бізге в ноль табу үшін керек болды, ал l-ді кәдімгі l-дің теңдеуі арқылы осылай қойып өрнектеп шықтық. Егер түсінікті болса плюс қойыңыздар, сұрақ болса қоя беріңіздер, пожалуйста. Енді ода тұрған ештеңе жоқ, любой сұрақты қойыңыз, мынау неге былай, неге мынау деген сияқты. Сұрақ бар ма, әріптестер? Енді бұны не үшін айтып отырмын? Потому что 80 метр немесе мына ертең альфа өзгеруі мүмкін, немесе мына жерде уақыт басқаша болуы мүмкін ертең сізге келген кезде. Но сіз, получается, несін түсініп алыңыз, жаңа айтқан методикасын болды. Иә, енді группада аз уақыт не істейсің енді соған сондай беріп тұр, солай соған расчет жасау керек болып тұр. Енді сіздерге кішкене чуть-чуть жеңілдеу болады, потому что мысалы өзі кішкене кейбір есептерді жаңа айтып отқан жаттап көруге болады, ал кейбір есептерді осылай енді барлық есептің бәрін жаттау мүмкін емес қой, сондықтан эфир сақталады, иә. Келесі көше берейін ба, скрин жасадыңыздар ма? Иә. Иә, иә. Хорошо, кетті ары қарай. Енді мен мынандай нәрсе айтып өтейінші. Мысалға, мхм, кез келген бұрыш болса да соның формуламен, иә, әрине, потому что деген бізде ол кәдімгі координаты мен ненің теңдеуі өзгермейді. Енді кеше сіздерге мен құттай бір осы тақырыпқа құттай бір нәрсе айтып өтейінші, мына шатастырмай, кейбіреуіңіз шатасып кетуі мүмкінсіздер да осылай болғанымен. Мысалға мына жерде бізде vx-тің несі беріледі, мысалы допустим былай, потому что мен сәл өзгертіп берейін сіздерге, мынау vy болсын. Енді мына теңдеуден не көріп тұрмыз? Мына теңдеуден vx құраушысы бізде vx құраушысының формуласы қандай? Дене көкжиекке бұрыш жасай лақтырған кезде. Ноль көбейтілген В ноль косинус косинус альфа. ай, Ал иә, y-тің формуласы в ноль в ноль синус альфа. синус альфа. Енді мына vy деген жерде жт-ны қоса қояйық. Енді мынандай сұрақ сізге. Осы графикті пайдалана отыра дене көкжиекке бұрыш жасай лақтырылды ғой, онда құлау уақытын табу керек. Нешеге тең болады? Ответтеріңізді мына чатқа жазсаңыздар болады. Солай нетпейік, жаңағы бір-бірімізге месседж жасамай деген сияқты. Мен оқып отырамын. Дененің осы екі графиктен дененің құлау уақытын табу керек. Құлау уақытын. Иә. М, Ответтеріңізді чатқа жаза қойыңыздар, пожалуйста. Одан жоқ, өзіміз ғой, бәріміз. Кім қандай ответ айтады ал? Жазып. Осы екі графикті пайдалана отырып, просто дененің құлау уақыты нешеге тең екенін анықтау. Иә, әріптестер. Чатта белсенді болайық, кішкене бір-бірімізге талқылап, жаңа сіздер енді неде де былай чатта группада бір-біріңізге былай деп жазып жатсыздар ғой. Пожалуйста, мына талқылайтын жер осы жерде ал. Неге былай деген. Бір әріптесім жазған екен. Мхм. Жоқ, жоқ, сол уақыт көбейтілді ғой бізде. L-дің формуласы бізде қанды қара. Жт бөлінген 2 синус альфа дедік қой. Мана есепті айтып өтсеңіз. Одан кейін косинус альфа көбейтілген т. Мына косинустың синус катан кейін сол бірге тең болып кетті. Мына т мынаған көбейтілді, мынаған. Т квадрат болып. Сонда жт квадрат бөлінген 2. Просто косинус синус қатынасын бірді беріп кетті десек кешеде. G т квадрат астында 2 қалып болды. Түсінікті ме? Әріптестер жақсы. Тағы да мынаған байланысты ешкім ответ айта алмай ма не? Мына қараңыздар, сіз уақыт көрсетіп тұр. Получается, қараңыздар, әріптестер кеше осындай бір сұрақ келді, мен сол нәрседе көпшілігіңіз мысалы мынандай нәрсе болды. Қараңыз, дене мысалы көкжиекке бұрыш жасай лақтырып, бұл тақырып көп келіп жатыр ғой сіздерге. Бір L-дің график. vx-қа қатынасы арқылы. Жоқ, мына жерде через график арқылы анықтайсыз. Әріптестер, мына нәрсені түсінбесек, потому что келесі есепті түсінбейміз, екі графикті түсінбейміз. Енді қараңыз, жоқ, біз уақытты анықтау үшін бізде мына жерде уақытты анықтай алмаймыз, потому что бізде vx-қа байланысты мәлімет өте аз да. vx-қа көп 10 нәрсе секунд болады ғой сонда 5. иә, дұрыс айтасыз. Енді қараңыз, y өсі бойынша
дене жоғарыға көтеріледі де мына нүктеге, дене көтерілу нүктесіне, ең жоғарғы көтерілу нүктесіне барған кезде v y құраушысы неге тең болады? Осы нүктеде нөлге тең болады. Ол бірақ көтерілу уақыты тек қана. Мен сізге құлау уақыты деген жерде дене қандай уақытта көтерілсе, сондай уақытта сондай төмен да құлайды. құлайды, иә. Получается, құлау Иә, иә. уақыты иә 10 он секунд болады секунд. да, көтерілу уақыты тек қана 5 секунд болады. Осыдан шатасып кетпеңіздер. Ертең Мгм. сізге әдейі осындай нәрсе айтуы мүмкін. Түсінікті ғой да? Мгм, мгм. Хорошо. Одан кейін алдыңғы есепте бір осыған ұқсас есеп тоже мен көкжиекке бұрыш жасау байланысты айтылған жерде алдында мен ұмытпасам альфа деген 60 градус деді. Көкжиекке осындай бұрыш жасай лақты. Сосын массасы ұмытпасам 0,8 болды ма білмеймін, ұмытып қалдым. Енді осы дененің дене көкжиекке бұрыш жасай лақтырылды ғой. Осы дененің траекторияның ең жоғарғы нүктесіндегі Кинетикалық энергия. кинетикалық негізін анықта деді. Енді Мгм. Он получается жол. иә 10 жыл. Енді ертең просто бұл не үшін айтып отырмын, ертең мысалы сіздерге осының мәні өзгеріп келуі мүмкін да, мысалы массаны өзгертіп жіберуі мүмкін, Мгм. немесе жаңағы сондай жағдайда қысқа нұсқа айтып өтейін мен, мына тақырып байланысты болғасын. Енді қараңыз, дененің кез келген нүктедегі жылдамдығын именно көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған кезде vx квадрат қосылған X квадрат плюс vy квадрат деген VY немен квадрат. анықтаймыз. Иә. Енді Мгм. қараңыз, мына ең жоғарғы нүктеге келген кезде ол ары қарай көтерілмейді, оны айттық қой. Ол нүктеде vy Нөлге құраушысы тең. нөлге тең болады. Бірақ ол дене Нөлге тең. тоқтамайды, былай жүре береді ғой тоқтамастан. Сондықтан Мгм. тек қана мына нүктеде біздің оның тек vy құраушысы болады. Сонда получается біздің жылдамдығын анықтайын десе Мгм. vy нөлге тең болады. Сонда ең жоғарғы нүктедегі жылдамдығы vx квадрат болады, ал vx бізде түбірден vx квадрат vx-ның VX өзі болып шығады. шығады. Енді получается, Мгм. значит, сіз кинетикалық энергияны табайын десеңіз, м MVX vx-тің квадрат. квадраты бөлінген 2 деп нетесіз. Ал vx-ті табу үшін Мгм. жаңа формуласын білесіз, дене көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған кезде Ноль v0 көбейтілген косинус косинус. альфа деген осы формуламен vx-ті табасыз да осылай орнына қойып өрнектейсіз. Болды, ешқандай қиындығы жоқ. Егер түсінікті болса, скрин жасай қойыңыздар да сразу неге көше кетейік. Бұны сондықтан жалпы неден жоғары балл жинау үшін мен қайталап айтайын. Ешқандай нені жаттау емес, осындай қысқа нұсқа теориясын бүйтіп түсініп алсаңыз да спокойно шығаратын мына есеп андай. есепте бар ғой Аха. айбек біздің есепте в0 есепте мәнімен келе ма Иә, келеді, әрине келеді. бастапқы жылдамдық деп Иә, бастапқы жылдамдығы беріледі міндетті түрде. Сіз просто мына жерде сол ең жоғарғы нүктедегі жылдамдығын тауып алу керекпіз ғой. Ең жоғарғы нүктедегі жылдамдығын, кез келген нүктеде жылдамдығын табайын десек, оны мына формуламен анықтаймыз. Бірақ именно ең жоғарғы нүктедегі жылдамдығы біздің дененің бізге кинетикалық энергияны табу үшін всегда сол нүктедегі жылдамдық керек қой. Ал именно дененің траекторияның ең максималды нүктесіндегі жылдамдығы ол vx-ға тең болады. Ал vx деген v0 көбейтілген косинус альфаға тең болады. Мгм. Енді ары қарай қозғала берейік па, әріптестер? Иә. иә Иә. Мына есеп тез шығарып өтейін, күрделі емес болса да. Сосын манағы сіздердің нелеріңізге тоқталайын, мына түске дейін мына бір сіздердің біршама талқылаған есептеріңіз болса қандай еді? Бір адамның атын айттым да, бір денені лақтырады жоғары қарай деп. Соған қазір тоқталатын боламыз, контекстке байланысты. Енді қараңыз, мынаны бірінші тез өтейін. Мысалы, кез келген жаңа динамиканың теңдеуінде бір ғана алгоритм дедік. Значит, мына дене қозғалу үшін F тарту күш әрекет етсе, значит, оған қозғалысына қарамастан F екіліс күш пайда болады. Мен мына n mg деп нетпей ақ қояйын, уақыт сөзі получается. Сонда получается F тарту азайтылған F екіліс тең болады неге? F тең M-ға. M-ға. Енді осыдан F екілісті табайын десең, получается F тартудан M-аны не істейміз? Алып тастаймыз, солай ғой да? Азайтамыз. Енді азайтайын деп осымен табайын десем, сразу үдеу жоқ. Үдеуді табу үшін сіз жолдың бізде дененің мынандай формуласы бар. В-ның квадраты минус В0-дің квадраты бөлінген 2а деп. Енді получается, тыныштық қалпынан қозғалып дегесін В0 нөлге тең. Осыдан бізде үдеуді табатын болсақ, В квадрат бөлінген 2s деген формуламен табасыз. Енді бізде В бар. Иә, 14-тің квадраты бөлінген 2 көбейтілген. квадрат бөлінген 2. Иә, немесе жаңағы сіз айтқан бізде уақыт осы формуламен табамыз. Түсінікті ғой да, ешқандай проблема жоқ қой. Алгоритмін осылай. Иә, түсінікті. Скрин жасай қойыңыздар да келесі кеттік ары қарай.
Енді біздер енді көбірек есепті талдап үлгерейік деп жатқанымыз көбісіне. Сондықтан үлгерге тырысайық. Жақсы, скрин жасауға келсеңіздер кеттік, ары қарай қозғалайық. Мынау біздің манағы әріптестеріміз енді получается жаңа айтып отқан жауаппен емес, мен несімен шығарып көрсетейік. Енді получается ішкі кедергі бізде R2 Пәт. Ом, пайдалы әсер коэффициенті 80%. Тау керек сыртқы кедергі деген үлкен R. Бізде пайдалы әсер коэффициенті Пәт формасы тең қандай? үлкен R R, бөлінген R плюс R кішкентай. иә, осыған бізде мынау бізде R плюс R тең болады үлкен R-ге. Мынаның орнына 80% емес, енді 0,8 деп қоясыз. 0,8 деп аласыз. Иә, осылай сен осыған деп. Сосын жақшаны ашасыздар. 0,8 R. Жаңа бір әріптесім жіберіп жатыр екен. 0,8 кішкентай R тең болады R-ға. Енді R-ларды бір жаққа жинақтаймыз. 0,8 кішкентай R осы жақта қала берсін. R мына 0,2 жақта үлкен. тұрсын. Мынау мына жаққа минуспен барсын. А, минус. Иә, 0,8 R тең. Сонда бізде мынау 1 R, мынау 0,8 R. Иә, 0,2 R. Осыдан бізде R-ді табатын болсақ, 0,8 көбейтілген кедергіні бөлеміз 0,2. Мұнда 0,8-ді көбейтесіз. Неше 2-ге бөлесіз. Неше 0,2 ме? 0,2. Аға, есептеп, несін таба қойыңыздар болды. 8. Аға. Енді получается мұны осылай өрнектеп шықты. 8 Ом. Жақсы, сұрақ бар ма? Әріптестер? Жоқ. Негізі, иә, получается мен енді жаңа айтып отырмын ғой, біздің группадан неткендердің почти барлығы жақсы жинап жатыр, өтіп жатыр деп. Негізі мен сіздерге осы эфирді 3 күн бұрын предлагать еттік. Әріптестер, давайте осылай не етейік, көмектесейін, потому что мен өзім олимпиадалық жұмыспен айналысып жүретін жерде мұғалімдерге, оқушыларға. Маған енді тез шығарып, тез нетіп түсіндіруге кішкене ыңғайлы болды да нелерге. Но көпшілігіңізде білмеймін енді андай енді бірінші рет нетіп жатқасын, нетіп жатқан, ну енді танымағасын может нетіп жатқан бар. Бұрын мен өзім 8 жылда ништа жасадым да, сондықтан алып бара жатқан мына бізде мектеппен алып бара жатқан менде не болған жоқ, дейтін еді, связь деген сияқты. Жақсы, мына есепте тоже жаңа жіберіп жатыр екен, үлгергенше қарап шықтым, не берілген екен потенциал деген. Жақсы, мына потенциалды пайдалансақ, потенциалдың формасы Q көбейтілген мынау R деген сонда 9 сантиметр деп алайық та. Мынаны үлкен R деп алайық. Осыдан нені табуға болады? Бізде получается заряд табуға болатын бар да. Заряд деген фи көбейтілген кішкентай R бөлінген К деп есептей қойыңыздар. Бұнда фи бізде қанша? 3 көбейтілген 2 дәрежесі, R деген 9 көбейтілген минус 2 дәрежесі бөлінген 9 көбейтілген 10-ның 9 дәрежесі. 9 дәрежесі. Мынау мен мынау кетеді, мынау кетеді. Сонда 3 көбейтілген 10-ның минус 9 дәрежесі. 10 немесе 3 нанотон. Зарядты тауып алдық та. Енді кернеуліктің формасы да заряд ненің формасы? Дауысыңыз шықпай қалды. Дауысым шықпай жатыр ма ешкімге? Естілмей жатыр ма? Нормально. Ол дейміз. Аға, енді ары қарай тоже кернеуліктің формуласына ұқсас формула бар, бірақ енді басқа бір қашықтықта кернеулік тап деп тұр ғой. Там просто оны 18 мына жердегі қашықты пайдалана, бірақ мына жерде R-дің квадраты болады. Енді осыған апарып осыған қойып жібересіз. 9 көбейтілген 9 дәрежесі Q 3 көбейтілген минус 9 дәрежесі бөлінген R деген 18 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі квадраты. Яғни 18 квадраттайса дәрежесі просто минус 4 болып 2 еселенеді. Осылай өрнектеп орнында қоя қоясыздар. Сұрақтарыңыз болса, пожалуйста, енді бұна до конца бүйтіп былай деп нетпей ақ қойын. Қалған нелеріңізді осылай өрнектей қоясыздар. Хорошо? Қиын ештеңе жоқ сияқты ғой. Екі формуланы білсеңіздер, яғни кернеуліктің KQ R квадрат деген формуласын білсеңіздер, фидің KQ R деген формуласын білсеңіздер, осы формула мен осы формуланы білсек, кернеулік пен ненің арасында мына есеп оп-оңай шығады. Ағай, жартылай ыдырау периодына байланысты есептер бар ма? Жартылай ыдырау несіне байланысты есептерді көрейік қазір. Жақсы, қазір көреміз, аспаймыз. Мынаны скрин жасай қойыңыздар. Дәулетке байланысты контексттер бар ма? Мына дәулет деген ол қандай еді? Жаңа тақсылақтырды деген ба? Иә. Хорошо, соны түсіндіріп өтейін енді.
әріптестер қараңыздар, мынаны скрин жасап үлгердіңіздер ғой. Когда мысалға, получается, адам басында лақтырмайсыздан бұрын, мысалы бір мынадай есеп келеді да, мысалға, тасты лақтырды дәулет тасты лақтырғаннан кейін ол артқа қарай жылжиды да, получается импульс алады. Сонда получается бізде мынау м деген тастың массасы дейік, тастың массасы болсын. Үлкен м деген ол бізде дәулеттің жаңағы Адамның дәулетке массасы. дәулеттің массасы жақсы. Үлкен м-нің осы иә реактивті енді деген. иә м көбейтілген v деген тастың жылдамдығы, м көбейтілген ну допустим u дейік, жақсы. u деген дәулеттің жылдамдығы. Мына жаңа қараған кезде мынандай жаңа жасаған кезде әріптестер кішкене кейбірде артық жазып алады. Енді ана жердегі есептік бәрі есіне толық сақтамау мүмкін емес бар. Мысалы, тастың жылдамдығын тап деген кезде ол уже кинематикамен бөлек кетеміз. Ол егер сондай жағдай болатын болса да, мана мен оны қазір бөлек көрсетемін. Енді осыдан получается мен қазір дәулеттің жылдамдығын табуға тастың массасы мен тастың лақтырған жылдамдығын көбейтемін де оның массасына бөлемін. Дәулеттің массасына. Получается тастың массасы қанша болады бізде? Ұмытпасам қанша еді? 150 грамм сияқты да? Солай ғой да? Мана дәулет бойынша контекст біреулеріңізде бар болар енді. 150 грамм болса 0,15 дейік. Тастың жылдамдығы ұмытпасам 30, дәулеттің несі қанша ол еді? 60 болды ма? Дәулеттің массасы ма? Иә, мына данныйлар дұрыс сияқты да? Тастың массасы 150 дәулеттің грамм. массасы 60 килограмм. 60 килограмм. Ананікі тастың жылдамдығы 30, ананікі 150 грамм сияқты да, тастың массасы. Иә. Иә, осыны 0,15-ті 30-ға көбейтеміз де 60-қа бөле қоясыз, немесе 2-ге көбейтеміз. Сонда қанша болады бізде? Маған градус берілді деп жатыр еді ғой. Иә, Аха, 60 градус бар сізде. енді асықпай қараңыз. Егер градус берілді десе, именно мына жерде былай жасайсыздар. Получается, мына нүктені алатын болсақ, бізде мынау тастың проекция жылдамдығы былай бағытталған ғой. Біз именно дәулет мына бағытта жылжиды ғой, дененің ол бұрыс жасамайды ғой. Получается, сондықтан біз именно мына бағыттағы проекцияларын теңестіреміз. Тастың именно в x проекциясы дәулеттің u проекциясына. Получается, сонда бізде егер жаңа айтып отқан не берілетін болса, просто неге қоя саламыз дедім, манада айттым мен. Мына тастың жылдамдығының қасына именно МВ мына косинус жерде альфа деп. получается косинуспен, иә, көлденең қараусызда. Сонда получается мына формулада тек қайтадан жазасыздар да, егер бұрыш беріліп жатырса жаңа айтқан. Ондай жағдайда просто несін косинус несін ала қоясыздар. Там көлденең қараусыз. Потому что x импульс сақталып тұрған жоқ, тек қана именно көлденең бағытында сақталып тұр жаңағы. mv косинус альфа м көбейтілген у дедік қой. В. Осыдан біз дәулеттің массасын табайын деп отырмық қой да. м көбейтілген v көбейтілген косинус альфа бөлінген үлкен м. Бізде мынаның массасы 0,15 дедік, көбейтілген v 30 дедік, косинус бізде 60-та неше? 0,15 па? Плюс 80 1 ма? Косинус негізі А. 60-та 0,5 емес па? Синус 30-да 2-ден 1-ге тең, косинус 60-та Иә. 2-ге тең. Бөлінген 60 дейсіз, получается. Енді осылай есептей қойыңыздар, қанша ол шығады екен дәулеттің массасы. 0,0375 Иә, 375 метр бөлінген секунд. Енді секунд. тас лақтырған кезде алып батқан бүйтіп алысқа қозғалып кетпейді да, ол енді мынандай жауап шығады. Ол түсінікті, дәулеттің жылдамдығын тауып алдық. Ары қарай дәулет не үшін тоқтады деп ойлайсыздар ол? Осындай жылдамдықпен қозғалып жатыр, бірақ дәулет тоқтады дейді. Үйкеліс күші ма? Дұрыс айтасыз, үйкеліс күшінің әсерінен. Значит, ол үйкеліс күшіне қарсы не істейді? Жұмыс атқарады. Дәулеттің басында қандай энергиясы бар еді? Кинетикалық бір энергиясы бар еді. Одан кейін соңғы кинетикалық энергиясы неге тең? Нөлге тең. Солай ғой. Кинетикалық энергиясын неге өзгерді? Мына бастапқы кинетикалық энергиядан нөлге дейін. Потому что ол үйкеліске қарсы жұмыс атқарды. Сонда бізде кинетикалық энергиясының өзгерісін үйкеліс күшіне қарсы атқарылған жұмысқа тең деп аласыздар. Енді кинетикалық энергиясының өзгерісі ол
дәулеттің именно үйкеліске қарсы жұмыс атқарып жатқан кім? Тас емес қой, тас уже ұшып кетті, оның ешқандай қатысы жоқ. Үйкеліске қарсы жұмыс атқарып жатқан ол дәулет. Получается, дәулеттің массасы, дәулеттің дәулеттің жылдамдығы, жылдамдығы. соның жылдамдығының квадраты бөлінген екі. Енді азайту нөл деп қоюға да болады, бірақ оны кинетикалық негізде соңғысы нөлге тең ғой, сондықтан жазбай ақ қояды. Сондықтан мынаны ашып берсек жұмысты F f equals көбейтілген көбейтілген s деп аласыздар. Осыдан S. f equals табатын болсақ, m u-дің квадраты бөлінген 2s деп осылай Екі өрнектей S. қоясыз. Иә. Осылай m деген бізде қанша? Бізде мына жерде үлкен m міне. Шатасып кетпеңіздер, тастың массасын қойып. Бұны үйкеліске қарсы жұмыс атқарып жатқан дәулет қой. Дәулеттің массасы 6 6 ұмытпасам. көбейтілген. Иә, мынаның Мынаны квадраты. дәреже түрінде жазғызсақ анда оңай болады. Иә, квадраты бөлінген неше? 2 ма? 2 деп осылай есептей қоясыздар. Сонда біз үйкеліскішін осылай өрнектеп тауып алдық. Енді осы жерге дейін сұрақ болса, пожалуйста, қойыңыздар. нөл бүтін нөл төрт. Аха. Енді одан кейін тағы нені сұрап еді? жұмысы. Иә, енді жұмысты үйкеліскішін тауып болсақ, жұмысты тауып қиын емес, потому что үйкеліскішін жұмысының формуласы f үйкелісті көбейтесіз f па. Мхм. Енді s бізде белгілі, жаңағыдай жылжитын қашықтығы нешеді оның? 15 жылжитын сантиметр қашықтығы. ма? Иә, 15 Қалай? сантиметрді, иә, 15 сантиметр болса, оны неге айналдырып аласыздар? Тоже 0,15 деп па? Метрға. Метрға. Сосын апарып жаңа тапқан негізгі көбейте аласыз, сонда үйкеліскішінің жұмысы шығады. Ол ешқандай қиын ештеңесі жоқ. 0,063, 2,063. Мгм. Жақсы, сұрақ бар ма мына тақырыпқа байланысты есепке? Жоқ. Басқа алып Қараш. берсе де болмайды. Аха. Жоқ. Аха. Сондықтан осылай өрнектейсіз, ешқандай қиын ештеңесі жоқ. Просто в принципе қандай не өзгеріп жатыр, импульсын сақтау заңын қай жерде қолданасыз, энергияны сақтау заңын қай жерде, энергия байланысты есептерді қалай қолданамыз, қай жерде, соның айырмашылығын білсеңіздер болды. Жаңа сіздер айтып жатсыз мына есепке дәулетке байланысты точкасы осы, ешқандай обсуждать етіп мынау былай дейтін уже несі жоқ. Сұрақ бар ма осыған байланысты? Мына Аха. бір сұрағына f үйкелісті таптыңыз ғой, Аха. mu квадрат бөлінген 2s деп, сол жерде мына s-тің орнына нешті қойып жібердіңіз? Бір қойып жібердіңіз ба? Жоқ, с анда бар ғой, дәулет артқа жылжитын именно үйкеліскіші 15 именно сантиметр, 15 сантиметр. иә, Мына жерге біз иә, 15 сантиметр, бәсе 15 сантиметрді қоямыз, f үйкеліс иә, тауып иә, жатқан кезімізде. иә, міндетті түрде. Потому что үйкеліскіші именно сол уақытта, сол аралықта жұмыс жасайды ғой. Сіз қанша нәрсе қанша не жол жүрді, сол аралықта үйкеліскіші жұмыс атқарып тұр, міндетті түрде. Болды, қиынсыз. Болды, түсінікті. Мен жаңа жерде жазбағасын қалай сіз оны бірге неғып жіберді ма деп. Аха, Болды, жоқ, түсінікті. Онда жоқ, онда біз мына жерде 2s еді ғой жаңағы, иә? Формула бойынша. S-тің орнына 0,115 деп аламыз ғой. Иә, иә, 0,15 қалдырып кеттік. Ондан жауабы онда үйкеліс күші 0,04 шықпайды, онда өзгертеміз қазір. сондықтан айтып отқаным ғой, мен Иә, ол сіздерге есептеуге уақыт кетпей ақ қояйық. иә, мен Иә, потому что Иә, уақыт болды, нетіп жатқан түсінікті. жоқпын, мына жер былай, мына жер. Ну, просто сіздерге как несін айтып жатырмын, теориясын. Енді Мгм. одан кейін бүгін келген тағы да бір жаңа мынау несі скрин жасап қойсаңыздар нете қойыңыздар. Сосын әріптестер қазір бізде 7 минуттан кейін тағы да бір 40 минут болады екен, сосын айырылып қалады, одан кейін қайтадан жалғасады. Шошып кетпеңіздер манағыдай. Жаңа мен бәріне жауап беріп үлгермей жатырмын, қайда деп жаңағыдай. Сондықтан Таппай қалды. иә, келесі кетті ары қарай. Иә, мынандай есеп берген екен тоже мысалға мхм. Мынандай есеп келген екен, жаңа бүгін келген есеп деп жатыр. Кешеден бері что-то мынандай есеп көрмеген сияқты. Осындай бір схема жіберген маған. Бүгін келген неге байланысты. Мынау R1 деді, мынау R4 деді, мынау R2 деді, мынау R3 деді. Мына жерде U берілген деді. U қанша еді? U бізде Қоймаймыз ба?
Жоқ, U деген 20 вольт деген сияқты есептің берілгенде. R R2 мен R3 тең деген сияқты 4 Ом деген сияқты походу ұмытпасам. R4 6 Ом деген сияқты, R1 8 Ом деген сияқты ұмытпасам. Осылай болу керек. Табу керек. I4 табу керек. Иә, I4 табу керек, иә, дұрыс айтасыз. I4 табу керек. Мына оңай ғой, жеке-жеке қарастырамыз да. Аға, енді получается бір қарағанда кішкене не болып көргенмен кейбір әріптестерімізге сәл не болып кетуі мүмкін, сондықтан мен принципе несін түсіндіріп өтейін. Мынау керек пе мына R2 есепті мен талдап? R3 параллель жалғанған деп есептейміз. Ол R4-ке параллель, тізбектей. Одан кейін ол барлығы R1-ге параллель деп. Мгм. Аха. Неше болады ал айта қойсаңыздар мына жауапта. Так, шығарайық па? Иә, шығарсаңыздар болады, жетішіміз, иә. Так, 4 болады. Тең U бөлінген R. 5 бола ма? Дұрыс емес. I4 табу керек, соның жартысы, иә. Аха. Жақсы, иә, получается, китсіз нете қояйық. Мына R2 мен R3, получается, И жалпы 5 ампер ма? иә, параллель болған кезде кедергілер бірдей болса, сразу сол кедергіні көбейтілеміз. нешеуі параллель жалғанып тұр, соған сразу бөліп жібересіздер. Бірдей ма? Иә, мысалға R2 мен R3 бірдей ғой, сондықтан R екеуінің 2 Ом. кедергісі қанша? 4 Ом болса, нешеуі кедергі? 2 Ом Екеуі ғой параллель. Сондықтан сразу 2 Ом дей сана неге салып Аха. ортақ бөлім табудың қажеті жоқ. Енді оған R4 қосылып тұр. Мынаны мен шатаспас үшін просто АВ деп алыңыздар мына жерде. Мысалы, АВ-ның жалпы кедергісін табайын деп. Сонда R АВ-ның жалпы 8 кедергісін болады. тапқан кезде, иә, 2 6 Ом. қосылған 6 Ом тең 8 Ом да, 8. получается. Енді сіздер одан кейін шатаспас үшін тағы да, получается, мынаны деген кетіріп тастаңыздар да, Бір қып получается. жасайық, аха. Иә, бір біреу ғана, ғана. иә, бір не ала қойыңыздар болды. Енді мынау неше Сол болды? жердегі 8, мынау 8 Ом, мынау 8 Ом болса, Анау да получается, 8. иә, получается сіздер 4 шығады. жалпы кедергі 6 Ом, Кернеу бар неше ғой, болды? общий бірдей. Иә, получается, иә. Дұрыс қой да? Получается, Айды таба салмаймыз ба? иә, айды тауып көрейік біз. U бөлінген Дұрыс, иә, U бөлінген R дедік, бізде қанша? Мына 20 екеуінің бөлінген кедергісі 8. параллель болып тұрған кезде, мына қара АВ мен мына 8 Жоқ, параллель бөлінген болып тұр. 5 ампер. Иә, манағыдай нені пайдаланамыз? R бөлінген N деп. R бізде мына екеуі 8 мен 8 параллель болып тұр ғой. Сондықтан 8-ді тағы да 2-ге бөліп жібереміз, сразу андай несін тапқан. Сонда 4 Ом болып тұр. Жалпы кедергі жалпы 4 Ом болды. Енді U деген 20, жалпы кедергі U жалпы, не жалпы, I жалпы дейік. Сонда 20-ның 4-ге бөлінген кезде 5 Ом. 5 ампер деген. Бізге I4-ті тап деп тұр ғой. Енді асықпаңыздар, қараңыздар. Мына жерде жалпы 5 ампер кететін болса, мына жерде екеуінің кедергісі 2,5 бірдей болады. ғой. Значит, теңде 2-ге бөлінеді, просто сразу 2,5 нетудің ампер. қажеті жоқ. 2,5. 2,5. Иә, ол мына жерде негізі на самом деле бөлінгенмен мына жерде қайтадан бірақ қосылады да, қосылады. R4 мына жерде тұрды ғой, R4 мына жерде тұрды ғой. Қайтадан қосылады да 5 ампер, 2,5 ампер болып қайтадан өтеді мына жерде. Иә. Жоғарыдан 2,5 ампер келді де, қайтадан мына жерде қосылады да, мына жаққа 5 ампер кетеді деген сияқты. Сонда смысл осы да бұл есептің деген. Сондықтан қазір біреулеріңізде сұрақ болса, мен тез может түсіндіріп жатқан бар, уақыттың несіне көбірек нетеміз. Кімде қандай сұрақ бар, пожалуйста, қойсаңыздар болады. Түсінікті болсек. Жауапқа 5 ампер дейміз ғой бізде. Нормально. 2,5 ампер. 2,5 ампер. Иә, R4-те. Потому что 2-ге бөлінді мынау. Мына жақтан 5 ампер болды. кетті, мына жаққа 2,5 ампер кетті, жоғарыға 2,5 ампер кетті.
Чыгаруу жолун жаттауымыз керек қой бізге. Дұрыс айтасыз. Астрономия есептерін шығарып көрейікші, бар ма? Ендік, бойлық. Енді қазір соған Мен есептер шығарамыз. Қазір бір жаңа 1 минуттай уақыт қалыпты. Сол 1 минуттан кейін бір 5-6 минут үзіліп қалады жаңағы зумның несіне. Сосын ары қарай тағы да бір 40 минут нетерімізді Әріптестер жалғастырып. бүгін келді деген есептеріңізді жіберсеңіздер Бекболат ағайға. Иә, иә. Шығармай қалған. Соны Сосын, көбірек Бүгін талқылайық. келгендер ертең келеді деп ойлайсыз ба? Енді әрине. шығару жолын білу керек қой. Мынаның бәрі 21-ден бастап келген есептер ғой. Иә. Сосын одан кейін тағы бір айтатын нәрсе, енді әріптестер, енді мені сәл бір қолдау ретінде жаңа чатта өздеріңіз барлық общий чатта отырсыздар ғой. Бір жақсы пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер, жаңа қатысып жатырық, нетіп жатырық деген сияқты сондай нелеріңіз болса, мен өте бір қуанышты болар едім. Именно қазіргі неде. Потому что қалған әріптестер біреулер былай ойлап отыр ғой, жаңағыдай мен қатыссам ба екен, екі ойлы болды деген сияқты. Осындай не болса, сондықтан мүмкіндік болса, жаңа чатқа осы талдау ұнап жатса, түсінікті болып жатса, жаңағы нелеріңізді күтемін ал сіздердің. Жақсы, онда қазір 40 минуттан, мынау 1 минуттан кейін айырылып қалады. Одан кейін ары қарай жалғасады. Мына чатқа емес, ана основной аттестация 2025 деген чат бар ғой, жаңағы сіздерге манадан бері жүріп жатқан. Сол чатқа бір жақсы нелеріңізді жазып кетсеңіздер мен үшін не болады. Сол жазылған